Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып жеттік. Енді тәуелсіздіктің қасиетті белгілерінде ерекше қадірлеуіміз, қастерлеуіміз қажет. Біз тәуелсіздігіміздің рәміздерін көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Еліміздің әрбір азаматы, Қазақстанның туы, ел таңбасы, әнұранын ерекше құрметтеуге міндетті. Өйткені олар біздің ең киелі құндылықтарымыз. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Ежелден еркіндікпен өмір сүруді айбар еткен еңселі еліміз егемен болмай ел болмас, етектен кесіп жем болмас деген болатын. Ал сол егемендіктің ең басты белгісі тәуелсіз ұлттың нышандары, ол мемлекеттік рәміздер. Күні күлімдеп, қыраны қалықтаған көк туымыз, елтаңбамыз бен әнұранымыз ұлт тұтастығының кепілі, тәуелсіздігіміздің тірегі, дербестігіміздің өлшемі. Міне, өз алдымызға азат болып, әлемдік картада Қазақстан аты жазылғанына 25 жыл. 25 жылдан бері осы біздің тәуелсіздігімізді дәлелдейтін ең бірінші қатарда тұратын сол мемлекеттік рәміздер. Ел тәуелсіздігі жариялануының тура 130-шы күні 1992 жылдың 4-ші маусымында Қазақстан Республикасының тұңғыш рәміздері, мемлекеттік туы, елтаңбасы және біраз уақыттан кейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны қабылданды. Осылайша бұл елдігіміздің, ел болуымыздың жарқын белгісін білдіретін айрықша тарихи күнге айналды. Сол сайысқа көп біздің суретшілеріміз қатысқан, сәулетшілеріміз, бірақ енді сол Шәкен Ниязбеков жасаған мемлекеттік тудың сол үлгісі ең ерекше болып, ең танымал болып, қазіргі кезде әрине енді әр біздің азаматымыз жас болсын, үлкен болсын, енді мақтан тұтып, осындай біздің мемлекеттік туымызды ерекше көреді деп айтуға болады. Туымыздың зеңгір көк түсі бір тұтастықтың, бірліктің және ашық аспанның белгісі. Көк байрақта орналасқан күн тыныс тіршіліктің, шаттықтың және қайғысы жоқ өмір нышаны. Ал күн астында қалықтап ұшқан дала қыраны еркіндіктің және бостандықтың белгісі болып табылады. Қыранның қырағылығы мемлекеттің мызғымастығын танытып тұрғандай. Тудағы тағы да бір ерекше белгі ою-өрнекті қошқар мүйіз. Бұл халқымыздың бай мәдениетін, сұлулықты түсіндірудің эстетикалық заңдылығын қамтиды. Авторлар мемлекеттік рәмізді дайындауда ұлттың болмысын, құндылығын көрсетуге ерекше мән берген. Елтаңбаға қатысты үлкен еңбек қос сәулеткер Жандарбек Мәлібек пен Шота Уәлихановқа тиесілі. Осы авторлардың шығармашылық ізденістерінің нәтижесінде дүниеге келген елтаңбадағы шаңырақ өз ұлтымызға ғана тән сәтті таңдалынған нышан. Шаңырақ қай кезде де қазақ үшін отбасының берекесі мен тыныштығының белгісіндей қызмет атқарып келген. Елтаңбамыз еліміздегі барша халықтарды бір шаңырақтың астына шақырып, біздің ортақ үйіміз Қазақстанның мықты уықтарын айналуды үндейді. Оның үстіне дәл осы шаңырақ бейнесін кезінде Алаш ардагерлері де өздерінің ұлт баспасөзінде пайдаланып, оны ұлттық рәмізі деңгейіне көтере алғаны анық. Әпсаналық арғымақтар да геральдикалық дәстүрлерге қайшылығы жоқ, еркін шығармашылық көзқарастарын көзайым көрінісі ретінде қабылданған болатын. Дегенмен Жандарбек Мәлібеков сол жылдары елтаңбаның үлгісіне депутаттардың біразы қарсы болғанын айтады. Біздің тұлпарларымызға күмән келтіргені болды. Әсіресе мынау барани голова деп қошқар мүйізге күмәндерін келтірді. Совет өкіметінен қалдық деп біздің 5 жұлдызға күмән келтіргендері болды. Бірақ комиссия мүшесінің президенті Салық Зиманов азамат, Әбіш Кекілбаев деген ағаларымыз, елбасымыз өздері осы біздің қазіргі қабылдаған қазіргі осы елтаңбамызды меніңше сол елбасымыз өзі қабыл етті деп ойлаймын. Өйткені бұған өз қолымен 5 жұлдыз енгізді. Қазақстанның тұңғыш мемлекеттік гимнінің сөзін Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева, ал әнін Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди жазған болатын. Ол әнұранды 13 жылдай шырқадық. Ал 2006 жылы 10 қаңтарда Шәмші Қалдаяқовтың бұған дейін елге танымал әні «Менің Қазақстаным» мемлекеттік әнұран болып бекітілді.
50-ші жылдары қазақтың рухын көтеру, намысын қайрау мақсатында жазған Жұмекен Нәжімеденовтің өлеңіне елбасы Нұрсұлтан Назарбаев уақытпен үндестіру үшін өзгерістер енгізді. Әні сол күйі сақталып қалды. Бұл ән падишасы Шәмші Қалдаяқовтың ұрпаққа қалдырған өлмес мұрасы екенін айқындай түсті. Ол әнұранның феноменін деп атап өтсек, ол әрине әр адамға сөзі түсінікті. Мазмұнын бұлай тарқатып, қосымша айтатын ештеңе қажет емес. Өйткені дәстүр бойынша әнұрандар сондай енді қарапайым адамдар орындамаса да, тек қана сол билікте жүрген адамдарға түсінікті, олардың деңгейін, дәрежесін көтеру үшін жасалынғанды. Ал енді Қазақстан Республикасының әнұраны сол енді әрбір азаматқа танымал болып, оның жан жүрегінен шыққан сөздер деп айтуға болады. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап елтаңбаның жаңа түрі қолданысқа енді. Арнайы стандарт бойынша рәміздің өлшемі бекітіліп, түсі алтын түстеске боялды. Оған басты себеп, күні бүгінге дейін елтаңбаның өлшемі, түсі түрлі болып келген. Оны жасаушылардың көбі бояуын көзбен жобалаған. Енді ондайға жол берілмейді. 2008 года вот этот действующий стандарт. Бұл 2008 жылға стандартпен дайындалған елтаңба. Қазіргімен салыстырар болсақ, айырмашылықтар бар. Мәселен, мына жерде тұлпардың басы үлкендеу, ара қашықтығы да бөлек, түсі де басқа. Олай әрине болмайды. О баста басты қиындық техникаға, кәсіби мамандарға байланысты еді. Ұзақ жылғы еңбек кеңесудің арқасында бүгінде елтаңбаны тиісті алтын түстес түрге келтірдік. Елтаңбаның біркелкі болмауына басты себеп озық технологияға біраз кәсіпкерлердің қолының жетпегендігі. Сондықтан рәмізді көпшілігі қолдан көз мөлшерімен қашайтын. Сол себепті көп жағдайда сапа ақсап жатты. Бұрын кездерде егер қолмен қырқып, қолмен сызып, қолмен жасалатын болса, енді ондайға ешқандай мүмкіншілік жоқ. Тек қана қазіргі жаңа технологияны пайдалану арқасында бір жаңа гербтің жаңа стандартын шығарамыз. Гербтің ішіне тағы қандай өзгерістер бар деген кезде мен бірден айтар едім. Бұрынғы гербтердің әлгі ішіндегі элементтердің бөлшектердің атаулары жоқ еді. Сондықтан бұл жерде 40-тан астам атаулар беріп, әр бөлшектердің өзінің тарихы, мәні және бәрі түсіндіріліп жазылған. За 8 лет, которые мы потратили на его разработку, Осы нарықта жүргеніме 8 жылдан асты. Сол уақыттың аралығында Жандарбек Мәлібековтен елтаңбаға қатысты. Әр нышанның не білдіретін толық біліп шықтым. Меніңше оны әр қазақстандық білуі тиіс. Өйткені бұл жай ғана зат емес. Елтаңбада елдің тарихы, ұлттың болмысы жатыр деп айтсақ болады. Мемлекеттік рәміздерді мекемелерге орналастырудың өз тәртібі бар. Дегенмен, ұлттық нышанның қолдану заңдылығын бұзушылар да табылып отыр. Астана қаласы әкімдігі жанындағы мемлекеттік рәміздер комиссиясы жыл басынан бері 150-ден астам кәсіпорынға тексеріс жүргізген. Нәтижесінде оның 36-сында заң бұзушылық анықталған. Ескерту жасаймыз біріншіден, қат жүзінде. Және сол ескертудің нәтижесінде жаңағы заң бұзушылықтар жойылмаса, онда ішкі істер департаментінің тарапынан және мемлекеттік техникалық департаменті бар бізде. Сол мемлекеттік органның тарапынан ол кісілерге айыппұл салынады. Егемендік пен біртұтастықты бейнелейтін мемлекеттік рәмізге құрмет қашанда бөлек. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен елтаңбасы міндетті түрде мемлекеттік мекемелердің ғимаратында болуы тиіс. Ал оны орналастырудың өз тәртібі мен заңдылығы бар. Алдарыңызда бірінші басшылардың бөлмесіндегі мемлекеттік ту мен мемлекеттік елтаңбаның орналастыру тәртібі осындай түрде болады. Демек, ол мемлекеттік орган басшысының болмаса жаңағы айтып өткендей ұлттық компаниялардың басшыларының жұмыс орнының дәл ар жағынан жоғары қарай тура ортасынан мемлекеттік елтаңба орналастырады. Сол деңгейде сол елтаңбаның оң жағынан мемлекеттік ту орналастырылады. Ғимаратқа рәміздерді орналастырмас бұрын оның ұлттық стандартқа сай екендігі жіті тексерістен өтеді. Бұл қызмет техникалық реттеу және метрология комитетіне жүктелген. Ал мекеменің сыртына қойылатын рәміздердің көлемі ғимарат қабатына байланысты өзгереді. Ал
жаңағы ғимараттарға келетін болсақ, мемлекеттік елтаңбамен туды. Мемлекеттік елтаңба диаметрі 500 мм, ал ту кабинет бөлмедегідей, басшылар бөлмелеріндегідей ара қатынасы 2:1 мемлекеттік ту орналастырады. Ал ғимараттың шатырына қоятын болсақ, мемлекеттік елтаңба 1-ден 5 қабатқа дейінгі ғимараттарда, яғни 20 метрге дейінгі ғимараттарда 1 немесе 1,5 метрлік елтаңба 1:2 мемлекеттік ту орналастырады. Мемлекеттік рәміздері, көк туымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтары. Бүгінде еліміздің көк байрағы Біріккен ұлттар ұйымында, Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында желбіреп, Қазақстанның абыройын асқақтата түсуде. Спорттық шараларда жеңіске жеткен дарабоздар да көк туымыздан ерекше рух алады. Олимп шыңына шыққандағы шаттықты әнұран еселейді. Бұл әр спортшының өміріндегі ең толқынысты сәт. Мне посчастливилось стать олимпийским чемпионом. Осыдан 20 жыл бұрын маған Олимпиада чемпионы болу бағы бұйырды. Жеңімпаздың құрметіне Қазақстанның туы көтеріліп, әнұран шырқалды. Ол сәтті ешқашан ұмыта алмаймын. Әлі күнге дейін ойласам, кеудемде мақтаныш сезімі кернейді. Көгілдір түсті туымыз бен алтын сәулелі күн орныққан елтаңбамыз тәуелсіз Қазақстан бейнесін әлемге паш етіп келеді. Ұлттық нышан әр қазақстандықтың мақтанышы. Рәмізге құрмет, бәріне міндет.